Осы мен ойнап, менің мазамды алма деп жатамыз ғой. Негізі бұл өте үлкен қате болып табылады. Онда бұл кеңестерді жалғыз қолданып, эгоист болмаңыздар. Үлкендер баланы адам етуді емес, баламен сапалы уақыт өткізуді үйрену керек деген ұғыммен келісесіз бе? Тоқтай тұрыңыз, жауап беруге асықпаңыз. Бүгінгі видеоны толық көріп болғаннан кейін жауапты соңынан комментарийға қалдырарсыз. Кеттік. Сәлем достар, сіздермен бірге отбасылық кеңесші, тәжірибелі педагог, коуч-тренер Елжас Ертайұлы. Өткен сабақтан бері біз бала тәрбиесінде ауадай қажетті құндылықтар жайында сөйлесе бастаған едік. Егер өткен сабағымызды көрген болсаңыздар, өткен сабақта біз баланы шынайы жақсы көру ұғымын сіздермен бірге талқылаған болатынбыз. Енді бүгінгі сабағымызда екінші құндылық ол баламен сапалы уақыт өткізу, баламен уақыт өткізу ұғымы жайында сөйлесетін боламыз. Жалпы негізі бұл жерде де мен уақыт өткізу мен сапалы уақыт өткізу деген екі ұғымды тағы да екі бөлік қарастыруды ұсынамын. Өйткені көп жағдайда бізде жаңағы көптеген ата-аналар баламен әйтеуір бірге болуды, бірге уақыт өткізу деп көп жағдайда қарастырып жатады. Яғни нақтырақ айтатын болсақ, яғни күнде кешкісін үйдеміз, күнде кешкісін біргеміз, ылғи қасымда жүреді деген секілді жағдайларды баламен бірге уақыт өткізу деп қарастыратын ата-аналарды жиі кездестірдім. Жалпы мен сіздерге мынаны айтуға тырысайын. Бірге уақыт өткізу мен бірге бір ортаны бөлісу деген екі маңызды ұғым бар. Яғни біздің қоғамда менің байқағаным, ерлі-зайыптылардың арасында қарым-қатынаста болсын, жалпы бала тәрбиесінде болсын, осы бірге бір ортаны бөлісудің айналасынан шыға алмай жатқанымызды байқаймын. Яғни бірге бір ортаны бөлісу дегеніміз не? Мысалы, әкесі теледидар көріп отыр, анасы телефон шұқып отыр, бала екі ортада жүгіріп жүр мысалы. Бұл деген тек қана бір ортаны бөлісу, бір үйді, бір шаңырақты, бір бөлмені бөлісу болып табылады. Ал сапалы уақыт өткізу немесе бірге уақыт өткізу дегеніміз, ол бірге деген кілт сөзді қолдана отырып, кез келген іс-шараны бірге істей алу деген сөз. Яғни әрине бұл жерде шошып кетпеңіздер. Бүкіл күні бойы баламен бірге уақыт өткізуім керек па? Менің жеке қызығушылықтарым не болды? Менің істеуім керек тірліктер не болады деген секілді шошымай қойыңыздар. Бұл жерде онсыз да бүкіл уақыт бірге өткізудің қажеті жоқ. Онсыз да балаңыз да оны қаламайды. Балалар да өздері жеке ойнағысы келетін кездер болады, өзара ойнағысы келетін кездер болады. Сондықтан да олардың да сізден күткен нәрсесі бүкіл уақытты бірге өткізу емес. Бірақ аз бір уақытты сапалы өткізуді олар қалайды. Сапалы өткізу дегеніміз сол сәтте бүкіл ойыңызды, бүкіл көңіліңізді балаға аудару деген сөз. Яғни қолыңыздағы телефонды тастап, теледидарды өшіріп, одан кейін баламен бірге іс-шара жасауды біз сапалы уақыт өткізу деп айтамыз. Яғни бұл жердегі ең маңызды сөз, кілт сөз ол бірге деген сөз. Яғни бірге отырып, отбасылық бір ойындар ойнауыңыз мүмкін. Мысалы, домино ойнасаңыз болады, немесе осыған ұқсас әртүрлі отбасылық ойындар бар, мемо деген секілді, памятті жақсартуға көмектесетін деген секілден. Бұларды өздеріңіз интернеттен қарап көресіздер, Инстаграмда да бұған байланысты әртүрлі пайдалы парақшалар бар, соларды қарап көресіздер. Бірақ ең бастысы осы отбасылық ойындарды бірге ойнауды қолға алу, бұл жаңағы баламен сапалы уақыт өткізу қатарына жатады. Немесе бірге отырып кітап оқуларыңызға болады, немесе бірге отырып сурет салуларыңызға, суретті бірге бояуларыңызға, немесе жаңағы теледидардан, компьютердан бір нәрсе көретін болсаңыздар да оны бірге отырып көрулеріңізге болады. Ең бастысы осы бірге деген кілт сөзді қолдана отырып, әртүрлі іс-шараларды бірге жасау, бұл негізі баламен сапалы уақыт өткізу болып табылады. Бағанағы кіріспе ретінде айтқан, үлкендер баланы адам етуде емес, онымен сапалы уақыт өткізуді үйрену керек деген кездегі осы бір мәселе өте маңызды болып табылады. Яғни біз көп жағдайда баланы тәрбиелегіміз келеді, баламызды адам қылғымыз келеді, баламыздың жағы өз бетімен өмір сүргенін қалаймыз деген секілді. Баламыздан көп нәрсе қалаймыз. Бірақ осы баламыздан қалаймыз деген нәрселерді бір шетке қоя тұрып, кішкене баламен уақыт өткізуді қолға алатын болсақ, менің алдыңғы сабақтарымда да айтқанымдай, балаға көз тәрбиесін дұрыс жүргізе алатын болсақ, міне сол кезде бұл баланың қалыптасуында, баланың ертеңгі күні тұлға болуында, жалпы баланың адам болуында ең басты рөлді ойнайтын болады. Сондықтан да құрметті ата-аналар, біз баламен сапалы уақыт өткізуді қолға алуымыз керек. Бұған байланысты мен сіздерге ұсынысым, енді балаларыңыздың санына және балаларыңыздың қызығушылықтарына мән бере отырып, яғни сіздер күнделікті кешкі уақытта отбасылық сағат деген ұғымды егер өздеріңіздің отбасыларыңызға енгізе алсаңыздар, бұл негізі көп мәселенің шешімі болар еді. Яғни сіз
кешкі жарты сағат па 1 сағатпен өздеріңіздің графиктеріңізге байланысты 7 мен 8 арасы, 8 мен 9 арасы деген секілді бір уақыт отбасылық сағат деп арнап, сол кезде бүкіл отбасы мүшелері барлық нәрсені тастап, тек қана бір-біріңізге көңіл бөлуді қолға алатын болсаңыздар, бұл жұбайыңызбен қарым-қатынасқа да ерекше әсер етеді, және балаларыңызбен қарым-қатынасқа және балаларыңыздың қалыптасуына ерекше әсер ететін болады. Яғни балаларыңыз сол кезде өздерін бақытты бала сезінетін болады. Тағы да өткен сабақтарға сілтеме жасайтын болсам, өткен сабақта естеріңізде болса, бақытсыз бала деген ұғымды сіздермен бірге қарастырған едік. Сол жердегі бақытсыз баланың өзін қадірсіз сезінуіне ең басты себептердің біреуі осы ата-анасымен сапалы уақыт өткізе алмау еді, естеріңізге түсіріңіздер. Міне, осылайша біздің балаларымыз да ертең өздерін қадірсіз сезініп, бақытсыз сезінбесін десек, онда біз балаларымызбен сапалы уақыт өткізуді қолға алу керекпіз. Балаларымызбен сапалы уақыт өткізудің әртүрлі жолдарын қарастыру керекпіз. Яғни қазір бұған байланысты әртүрлі идеяларды интернеттен табуға болады. Осыларды қарастырып, жаңағы әртүрлі идеяларды қолдан отырып, балаларыңызбен сапалы уақыт өткізуді мен сіздерге ұсынамын. Жалпы алған кезде, әсіресе 4 жасқа дейінгі балалар үшін бұл ата-анамен бірге ойнау деген нәрсе бұл өте маңызды болып табылады. Яғни біздің сол үшін семинарларда айтатын сөзіміз, бала жаңағы ойыншықпен ойнаған кезде емес, ата-анасымен ойнаған кезде өзін бақыттырақ сезінеді. Яғни бала үшін, 4 жасқа дейінгі балалар үшін ең жақсы ойыншық ол оның әке-шешесі болып табылады. Сондықтан біз көп жағдайда балаларға ойыншықты үйіп алып беріп қоямыз, мә ойыншық, осымен ойна, менің мазамды алма деп жатамыз ғой. Негізі бұл өте үлкен қате болып табылады. Ойыншық алыңыздар, алма демеймін. Алыңыздар, бірақ ойыншықпен бірге ойнауды қолға алыңыздар. Яғни бірге отырып, анау комплекстердің бәрін шетке тастап, баламен бала болып ойнай алу бұл өте маңызды. Баламен бала болып ойнау деген нәрсе мүмкін сіздердің кездестірген ұғымдарыңыз шығар деп ойлаймын. Өйткені бұл пайғамбарымыздың өсиеті болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы бала тәрбиесіне байланысты өсиеттерінде не дейді? Баласы бар адам баласымен бірге бала болсын дейді. Яғни баламен бірге бала болып ойнау, оның дәрежесіне, оның деңгейіне түсе алу, онымен бірге бүкіл комплекстерді ысырып тастап, яғни бала болып, керек болса жерде дөңгелеп, керек болса күресіп, керек болса ат болып, баланы үстіңізге мінгізіп алып, немесе жаңағы қыз баласы болатын болса, бірге отырып тамақ жасап, бірге отырып қуыршақты ұйықтатып деген секілді кәдімгі балалардың әлеміне кіріп ойнай алатын болсақ, сол кезде балалар өздерін бақытты сезінеді, және ең бастысы тек қана балалар өзін бақытты сезінбейді. Мен сізге сеніммен айталам, сіз де өзіңізді бақытты сезінесіз. Сіз де өзіңіздің ішіңіздегі жиналып қалған стресстерді осылай сыртқа шығарасыз. Мынау айналадағы шаршататын өмірден осы балалардың тып-тыныш, керемет қиял әлемінде сіз де өз-өзіңізді қалыпқа келтірген боласыз. Сондықтан балалармен бірге уақыт өткізу, балалармен ойнау, ол тек қана балаларға арналған терапия емес, ол негізі ата-ананы да емдейтін өте тамаша терапия болып табылады. Егер менің айтқаныма сенбесеңіздер, бүгіннен бастап бұны балаларыңызбен бірге істеп көріңіздер, шынайы барлық нәрсені, бүкіл проблемаңызды ұмытып, басқа анау фирмаңыздағы есептеулерді бір шетке қойып, үйдегі бітпей тұрған шаруаларды бір шетке қойып, бәрін шетке ысырып қойып, бір жарты сағат уайымсыз, қайғысыз балаларыңыздың әлеміне кіре алсаңыздар, бұл сіздерге ең жақсы терапия болмақ. Сондықтан құрметті ата-аналар, балалармен бірге сапалы уақыт өткізуді қолға алайық. Егер балалармен бірге сапалы уақыт өткізуді қолға алатын болсақ, бала тәрбиесіндегі ең маңызды мәселелерді шешкен болып табыласыз. Бала тәрбиесінің басым бөлігінің шешімін тапқан болып табыласыз. Сондықтан да осы керемет құндылықтан мақұрым болмайық, балаларымызды мақұрым қалдырмайық, құрметті ата-аналар. Міне, біз сіздермен бірге желтоқсан айынан бастап, шамамен қанша 7-8 ай болды, осы апта сайын YouTube каналымызда бала тәрбиесіне арналған осы кеңестерімізді бөлісіп келе жатырмыз. Осы кеңестер егер сіздерге пайдалы болып жатыр десеңіздер, онда бұл кеңестерді жалғыз қолданып, эгоист болмаңыздар. Бұны өздеріңіздің ең жақындарыңызға, таныстарыңызға да жеткізіңіздер, олармен де бөлісіңіздер. Бөлісу үшін қазіргі технологияны, әлеуметтік желілерді, WhatsApp-тарыңызды барынша қолдана аласыздар. Және бұл видеоны көбірек адам көре алу үшін төмен жаққа лайк басып, одан кейін менің каналыма жазылып қойыңыздар. Ең бастысы, осы алдағы уақыттарда қарастыруымызды қалаған тақырыптарыңыз болатын болса, немесе сұрақтарыңыз болатын болса, оны комментарийға жазып қойсаңыздар болады. Сіздердің комментарийға жазған әрбір мәселелеріңіз міндетті түрде қарастырылады, алдағы уақытта ескеріледі және оларға жауап беріледі. Сәттілік тілеймін.